Бір отбасының ержеткен ұлы үйіне сүйген қызын таныстыруға ертіп келеді. Ол үріп ауызға салғандай, қасы көзі қиылған, талдырмаш денелі, өте ажарлы қыз екен. Жігіттің әкесі көпті көрген отағасы малынып киген ерке сұлу қыздың басшылық пен тоқшылықта өскен мінезінің тәкаппар екен сызданған жүзінен қарабақ бірдей байқады. Алайда жастықтың жалыны бойында алаулаған ұлы осы қызға есі кетіп ғашық болып қалғанын жасырған жоқ. Болашақ келіндерін амалсыз жылы жүзбен қарсы алған ата-анасы ләм деп ауыздарын ашпай бәйек болуға мәжбүр болды. Тіпті төргі бөлмеге именбей шығып алған сұлу қыз жігіттің мойнына қылымсый асылып үйдегі үлкендердің де қамсынбады. Оны көрген жігіттің әкесі әйеліне қарап басын шайқап қабағын түйген. Отағасы, саған не болған? Олар ыстық суығы басылмаған жастар емес пе? Деген әйелінің сөзіне, жоқ, әсіре қызыл тез оңар деген сөз бар. Мына қыз келін болып жарытпас. Біраз сіңгеннен кейін ұлыңды ноқталап бізден алшақтатып алып кетеді. Ұшып қонып тұрған мына көбелек балалы болса тіпті еріңсіп төбемізге күн ертең шай қайнатады деп өзінің жорамал күдігін жасырмады. Қойшы қайдағын айтпай, балаң бақытты болса одан артық не керек деп әйелі оған қарсы дау атты. Әй қатша, өмір жеңіл көлікпен жүріп өтетін тегіс жол емес қой. Өзіңнің ажарыңа масаттанған жоқшылықтың не екенін білмей өскен ерке қыздың тәкібаққа екен көзі көріп тұрған жоқ па? Мына мінезімен жуастау балаңды ертіп ат қылып мініп алатынын білмей тұрсың ба? Деп отағасы зекіп тастады. Әлгі сұлу қыз кеткен соң әкесі баласымен оңаша сөйлескен. Жоғары оқу орнын бітіріп, қолына дипломын алған ұлы әкесінің қызын туралы пікіріне естігенде қатып кейіп. Папа, ол сондай ақ көңіл, ғажап қыз. Мен оны жақсы көремін. Өмірімді онсыз елестете алмаймын деп айтқанын құлағына ілмей қояды. Онда жақсы, мен саған ескерттім. Алдағы уақытта опық жемесең болды. Ғұмырыңның соңына шейін жақсылық пен жамандықты бірге бөлісетін ерке тұтай қызға тағы да сын көзіңмен бір қарашы деп ақылын айтады. Сонымен ұлының айтқан бетінен қайтпайтын түсінген отбасы еріксіз үйлену тойына дайындалады. Бұл кезде сұлу қыз отбасына емір еркін келіп кетіп жүріп, тіпті тойға қандай сыйлықтар алу керектігін де ескертіп, еркінсіп, билеп төстей бастаған. Әкесінің айтқан сөздерін кейін жігіт біраз ойланып, сүйген қызының қылықтарынан сын көзбен қараған. Алайда оңаш мінезді көре алмаған. Иә, ол ерке, қылықты, өзінің сұлу екенін бағалайды. Тіпті барлық жігіттерге ұнайтынын түсінеді. Ол айтқанын сүйгеніне жасатып, әмір етуге жаны құмар. Бірақ жұптық өмірде жеңіл мінездің барлығы кейіне қалатын шығар. Осындай ойлар жан дүниесі мазалаған жігіт қыздың біраз көзге оғаштау көрінген қылықтарын өзінше ақтады. Сонымен ата-анасы ата салтымен болашақ құда-құдағиларының алдынан өтіп қайтқан. Екі жақтас жастарға бақыт тілеп, үбірлі-шүбірлі болсын деген ақ баталарын тиегін ағытқан. Болашақта шаңырақ көтеретін екі жастың арасындағы алғашқы келіспеушілік осы кезде басталып кетті. Сенің әке-шешең менің ата-анама неге арзан қолды шапандар әкелді? Не, біреудің иығынан шешіп алған ба? Деп аяқ астынан сүйген қызы шүйкілдеп, жігіт қатты сасып қалды. Оны мен білмеймін, ата-анам барымен базар болды ғой, олар жасауы мүмкін емес деп жауап берді. Иә, олар бізді менсінбегеннен көрсетті. Ол шапандарды мен сақтап қойғызып, біреуін әкең өлгенде, біреуін анаң өлгенде апарып сүйекке салғызамын деген қыздың зілді сөзін естігенде, жігіттің үстіне біреу суық құйып жібергендей болды. Ол ақ босағадан аттамай жатып, өзін өсірген ата-анасына себепсіз өшіккен қызды тіпті танымай қалды. Амал жоқ, бар жылы сөзін айтып, жанжалды жауып шаюға тырысты. Қыздың қалауымен қымбат асыл тасты сақина алып берді, бірақ көңілінде бір түйткіл тұқылы қалып қалды. Шынында әкесі сөзі жөн ба деген дүдамал ойы болған жігіт енді кері шегінуге жол жоқ екен түсінді.
Сонымен жігіттің ата-анасы мен бүкіл әулеті келін түсіріп той жасауға дайындала бастады. Бұл қам-қарекеттің шағынымен қатар шаруасы да шаш-етектен болып шықты. Ақыры келісім бойынша тойдан бір күн бұрын қызды үйінен алып шығып, ақбосағаны аттау рәсімі жасалатын болды. Сап түзеген сән салтанатты ақ машиналар барып, құда-құдағидің үйінен қызды аттай ақ қалап алып шығып, думандатып есік көзіне тоқтаған еді. Жан-жағын қоршаған қыз-жігіттер келінді аулаға алып кіргенде шашу шашылып, бала-шаға тәттілерді теріп мәз болысты. Осы кезде бір күтпеген оқыс оқиға болды. Сасып, салбыраған бір жас келіншек жастардың үстеліне табақпен тағамдарды алып есіктен лезде кіріп кетем деген оңбай түсірініп, келе жатқан келіннің аяқ астына абайсызда ақ нан тоқаштарын шашып алды. Оған екпіндеген болашақ келін қараған да жоқ, ақ нандарды аяғымен басып таптап үйге кіріп кетті. Соңында келе жатқан күйеу жігіт «ах» деп тұрып қалды. Әлгі келіншек не істерін білмей абдырап айыпты жүзбен жан-жағына жалтақтап көзіне жас толып кетті. Соңынан ілесіп тобымен шерулетіп келе жатқан қыз-жігіттер есік көзінде іркіліп тоқтап қалды. Тіпті кейбіреуі обалай деп жердегі ақ тоқаштарды көтерді. Мұны көрген жұрт не дерін білмей аң-таң болды. Бәрі тым-тырыс күй кешті. Қашан кірген ешкім байқамай қалған жігіттің жүзі сұрланған әкесі үйден болашақ келінді дедектетіп қайта далаға алып шықты. Босағамыздағы жерге түскен қасиетті нанды басып таптап кеткен қыз біздің көсегімізде көгерті қоймас. Ұлым, мына қызды аман сауында келген жағына қайта апара сал. Біздің отбасы мұндай тәрбиесіз қызды қабылдай алмайды. Барлық шығындарын өтеп беруге дайынмын, деді қатқал дауыспен. Не бүлінді соншама? Ол жай нан ғой. Мен неге еңкейіп оны көтеруім керек? Еш нәрсеге иілгім келмейді. Өзіңіз барып тұрған пәлеқор шал екенсіз, деп зілденген болашақ келіннің дауысы ауаны жарып шаңқ етті. Қарағым, ол жай нан емес, қасиетті астың үлкені. Ашаршылықта бір үзім нанға жете алмай пәленбай миллион қазақ қырылып қалды емес пе? Осы жасқа келгенше оны білмеу тәрбиесіздігінде көрсетеді. Пәлеқор шал екенімді мойындаймын. Келген жағыңа қайта ғой. Біз енді сені қабылдай алмаймыз, деп отағасы дау ашу шақырды. Қабылдай алмасаңыздар қойыңыздар, сіздің маубас балаңыз маған керек еді. Өзі ғой сүмірейіп соңынан қалмай қойған, деп өмірінде бетіне ешкім тік қарап сөйлеп көрмеген қыз сілкініп шығып келді. Онсыз да ыңғайсыз жағдайға қалған қыз, жігіттер басы салбырап үнсіз тұрған күйеу жігітке аңтарыла қарап қалды. Әкесінің қатал әміріне қарсы шығуға батылы жетпеген жігіт бір шешімге келіп, ашулы кейіппен қызды жұлқынған қарамастан қолынан алып сүйреп ауылдан шығып кетті. Бұл қас масқара оқиғаны естіген жұрт жағасынан ұстап, біреулері дұрыс деді, екіншілері бұрыс деді, үшіншілері ойпырмай деп жанашырлық білдірді. Бүкіл кішігірім қала ортақ бір пікірге келе алмай әбден дүрлікті. Сол ажарлы қыздың әңгімесі мұнымен аяқталған жоқ. Сұлудың аты сұлу ғой. Бір қалада анда-мұнда қызық қуып жүріп, тағы да аңқаулау ауылдың жігітін басын айналдырып алыпты. Ақыры ауыр аяқты болып тұрмыс құрыпты. Одан кейін естігеніміз әлгі жігітті туған туыстарынан бездіріп, алыс жаққа жетелеп алып кетіпті. Ол жігіттің барлық жақын жамағатына келсін келмесін сұлу келіндері қарай күйе жағып, жала жауып дау жанжал шығарудан шаршамапты. Осының салдарынан ол әулеттің адамдары бір-бірінің бетін көрмей кетуге шейін барып, онсыз да қысқа өмір күндерін ұрыспен өткізіпті. Бұл дақырыпты естіген жігіт сұлу қызға үйлене жаздап қалған, өзіне оғаш қадамнан сақтап қалған әкесіне әлі күнге шейін алғыс айтып жүреді екен. Кейіннен танысып үйленген қызы өте әдепті, тәлім-тәрбиелі, адал жан болып шықты. Ата-анасының алдынан кесе көлденең өтпейді. Ер азаматының жеке басын
сыйлап, қас-қабағына қарап жүріп, отбасына балдай батып, судай сіңіпті. Қол ұстасқан ерлі-зайыптылар жылдар бойы қызмет істеп, тұрмыстарын жақсартып, жолай кездескен қиыншылықтарды бірге көтеріп, берекелі отбасы атанды. 4 сәби өмірге келіп, бала-шағалы болады. Жоқты да, барды да қанағы тұтан жардың кездескені жарты емес, бүтін бір бақыт екен жігіт.